Сәлем достар, сіздермен болатын Алима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түрк халқының сүйікті тағамдарының бірі мәржүмек сорпасын жасап көрсететін боламын. Қазақстанда чечевичный суп деп оңай әрі тез дайын болатын тағамдардың бірі. Самсаның жанына ішкенге өте жеңіл, асқазанға сондай тағам витаминді. Бірінші кезекте бір дана пиязымызды төрт бұрышты кусоктап турап аламыз барлығын. Екінші кезекте бізде бір дана сабыз. Сабызымызды да ортасынан турап, бұны да төрт бұрышты етіп турап аламыз. 20 минутта піседі. Өте керемет, әрі жеңіл, витаминге толы тағам десек те болады. Осылайша асығыс кезде пісірсеңіздер өте дәмді. Сөзсіз сенімді болып айта аламын. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Қызып тұрған қазанымызға көз мөлшермен майымызды құямыз да, үстінен пиязымызды салып бір қызартып аламыз. Осылайша жақсылап бір шала қуырып аламыз пиязымызды. Қуырып алғаннан соң сабызымызды да бір-екі қозғап айналдырып аламыз. Оның үстінен аз ғана жарты кесе томатымызды құямыз. Менде қолдан жабылған томат. Осылайша етіп салып аламыз барлығын. Bir қуырып, үстіне су құямыз. Жаңағы жарты кесе чечевицамызды да жуып алған едім, соны саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін су құямыз. Дәмдеуіштерімізді да саламыз. Тұз, қара бұрыш, кинзаның ұнтағы, жалбыздың ұнтағы және паприка, және де аз ғана қызыл бұрыш дәміне қарай саламыз. Енді кезекте суымызды құйып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге әлі талай рецептерді түсіріп көрсететін боламын. Суымызды құйып болғаннан соң жарты шай қасық сары бұғамызды саламыз. Осылайша жақсылап бір араластырып аламыз да, бетіне құятын соусына сары май. Менде 3 ас қасық сары майды ертіп алдым да, жарты ас қасық паприканы салдым үстіне. Жақсылап араластырып үстіне, одан кейін жалбыздың ұнтағын осылайша етіп бір араластырып қуырып аламыз қызған майға. Сорпамыздың үстіне бір тамызып жіберсек, дәм береді, өте керемет дәмді болады. Осылайша бір шала қуырып аламыз да, отымызды сөндіріп суытып қоямыз. Міне достар, менің қазаным былқылдап қайнап жатыр. Енді осыны блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз блендермен. Жарты сағат, 1 сағат қайнатсаңыздар да жеткілікті. Блендермен осылайша барлығын езілгенше жақсылап араластырып аламыз. Қою сорпа болып шығады. Егерде қаласаңыздар, қандай еттің сорпасы болса да, сол сорпасын құйып, араластырып қойсаңыздар да болады. Еттің дәмі шығып тұрады. Ал мен асығыс болғандықтан осылайша тек қана чечевицаның өзін қайнатып, сорпа қылуды жөн көрдім. Осылайша етіп барлығын блендермен өткізіп боламыз да, бір қайнаған соң сорпамыз дайын болады. Міне мен сорпам да дайын болды. Осылайша кесеге құйып, шетіне лимон қойып, лимонды сығып ішкенге өте керемет дәм береді. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.